Сәлем достар, сіздермен бірге Скаврон арнасы. Бүгін біз арнамыздың ең қызықты рубрикаларының бірі «Сіз білесіз бе» топтамасының 3-ші бөлімін көретін боламыз. Сіз білесіз бе? Үздік кино жұлдыздарына берілетін Оскар сыйлығы 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде гипстен жасалынды. Бұған себеп қаржы тапшылығы. Бірақ 2-ші дүниежүзілік соғыстан соң бұл Оскар сыйлығының иегерлері гипстен жасалған мүсінді алтын жалатылған айырбастауларына мүмкіншіліктері болды. Сіз білесіз бе? Вольфганг Амадей Моцарт музыка шығаруды 5 жасынан бастаған екен. Тағы бір қызықты факт. Қар жауған кезде екі бірдей қар бүршігін табу мүмкін емес. Яғни қар жауған кезде ондағы қар бүршіктері адамның саусақ іздері сияқты әртүрлі болады. Көптеген елдерде 13 саны жамандықтың саны болып есептеледі, және сол елдердің кейбірінде ғимараттарының 13-ші қабаты болмайды, яғни 12-ші қабаттан соң 14-ші қабатқа ауысып кетеді. Сіз білесіз бе? Көбіңіз білетін футболдағы Атлетик Билбао командасы тек қана басктер ойнайтындығымен ерекшеленеді. Басктер дегеніміз Испаниядағы ұлт, яғни Атлетик Билбао тек бір ұлтты команда. Австралия долларлары қағаздан жасалмайды. 1996 жылдан бастап Австралия толығымен пластик банкноттарға көшті. Австралия сияқты Румыния, Вьетнам, Жаңа Зеландия, Бруней, Бермуда аралдары және Папуа Жаңа Гвинея сияқты 20 ел пластик ақшаларды қолданады. Сіз білесіз бе? Әлемде астанасы жоқ 2 мемлекет бар. Олар Европадағы Швейцария және мұхит аралдарындағы Науру мемлекеті. Швейцария конфедерация болғандықтан федералдық қаласы тек Берн, ал Наурудың заңда астанасы жоқ, бірақ басты әкімшілік Ярен аймағында орналасқан. Сіз білесіз бе? Коала жануарының саусақ іздері адамдардың саусақ іздеріне өте қатты ұқсайды. Тіпті электронды микроскоппен қарағанның өзінде коаланың саусақ іздерін адамдыкімен шатастыруға болады. Кәдімгі ішімдікті тек шыныдыста сақтайды. Пластмассада сақталған ішімдікті көрмеген шығарсыз. Бірақ бұның себебі қандай? Өздеріңіз білетін ішімдіктің 40% спирттен, ал 60%-ға жуығы судан тұрады. Егер ішімдікті пластикте сақталса, ондағы спирт пластикпен реакцияға түсіп, улы нәрселер бөледі. Сондықтан оны пластикте сақтамайды. Әлемдегі адам қолымен жасалған ең үлкен объект ол ядролық жарылыстардан пайда болатын саңырау құлақша. Оның биіктігі мен ені бірнеше шақырымдарға дейін жетеді. 1961 жылы эксперимент ретінде Хрущевтың басшылығымен жарылған цар бомбаның күштілігі Хиросима мен Нагасакидегі бомбалардан 100 еседей асып түскен. Сонымен видеомыз соңына жетті. Егер ұнаса, видеоға лайк басып тіркеліп кетіңіз, және Скавронның ВК-дағы парақшасына жазылуды ұмытпаңыз. Сілтемесі төменде.